Өңір дарындыларын жинап, таланттарын шыңдаған ұжымға ән падишасының есімі 1996 жылы берілген. Мәртебені жоғары бағалағандар Шәмші Қалдаяқовтың теңдессіз әндерін шарықтатып, өскелең ұрпақтың санасына сіңіріп келеді. Үнемі ізден үстінде жүретіндер жер-жерді аралап, тың туынды табуға үнемі құмартады. Тимур және Арай дуэті бізде Шәмші ағамыздың Маржан апа деген тамаша әнін тауып, соны өңдеп, бүгін фольклорлық ансамблінің сүйемелдеуінде сол әнді халыққа ұсынып жатыр. Өйткені Шәмші атамыздың әні өте көп, кітапқа түскені бар, түспегені бар, халық аузында айтылып жүргені бар. Сол себепті біздің әншілер бағанағы ізденіс үстінде. Бүгінде облыстық филармонияда халыққа рухани дем беру үшін 30-ға жуық әнші, 8 шығармашылық топ тер төгеді. Өнермен талайды баурап, талай бәйгеден жүлдемен келгендер кез келген бағыттағы әнді нақышына келтіре айтады. Десекте ән падишасының туындыларын асқан ыждахаттылықпен, толғаныспен орындайды. Жаңа маусымға біз халық арасында көп айтылмай жүрген әндерді насихаттап, соларды айтуға тырысамыз енді барынша. Бүгінгі концертте мынау Шәмші Қалдаяқов атамыздың шалқыған шәуілдір деген әнін алғаш рет орындайын деп тұрмыз. Халыққа ұнайды деген сенімдеміз. Бұл ән негізінен шалқыған шәуілдір деген Шәмші атамыз өзінің туған жері шәуілдірге арнап жазылған ән. Шәмші әндері халықтың жүрегіне тез ұяланады, тез құлаққа сіңеді, жақсы және жағымды. Естігенде тез жаттап алатын әндер ғой. Абайдың сөзі бар ғой, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі шумыр келсе айналасы деген сияқты, сол әндерді соған келтірсек болады жалпы. Бұл кеште де халық жылы қабылдады. Шәмшінің әндерін өнерпаздармен қосыла шырқап, бір серпіліп алды. Талантты ұжым енді өңір өнерпаздарымен Тәжікстанға жол тартып, шетелдіктерді қазақ өрнекпен таңдандырмақ. Кейіннен гастрольдік сапарын оңтүстіктің аудандарында жалғастырмақ.